Assalomualaikum do'stlar. Bu 2-chi sabaq pattern жасау bo'yicha mana so'nggi 4 qolib edi. Sol 4-ni жасап, qo'shib qalay pattern жасау kerak ekanini ko'rsatadigan bo'laman. Al ketdik. Kompyuterga yetib olamiz. Alt knopkasini ustab o'tirib Ctrl F deymizda va aylantiramiz. Razmerni kuchaytiramiz. Pipetni olamiz. Походу нажать его. Алып в центре qo'yamiz. И Ctrl S, Ctrl F deymizda. Pipetkimen tusini tanglaymiz. Manaki mavdayin bo'ldi. Bunday yerga qo'yib qo'yaq. Kelesi alt knopkasini ustab ko'chirdik. Liniya qo'yib olamiz. Masalan, qo'yib olamiz. Жасаймыз. Alamız. Özel kuruptu koşurup alamız da. Razmerni kişileйтіп, pipetkimen tusini tangday salamız. Manaki цветін отыра берсін. Енді мынаны көшіреміз. Круг создать етеміз. Bildiğin жерде өзіміз круг бар еді. Пересечение. Так, желтый цвет. Жасаймыз. Өшіріп тастаймыз личный элементті. Соғамыз. Ctrl S, Ctrl F дейміз, үлкейтеміз. Примерно осылай. Ctrl ұстаймыз, X төгемен басамыз. И осылай тік ете саламыз. Тік ете саламыз. И осылай мына жерден көшіреміз. Окей. Pipetkimen tusini tanglaymiz. Жаңа қызыл. Осыны аламыз, бұлайынан мына жерге қойып қоя саламыз. Арабаны сәл ашып қою керек. Окей. Осымен дайын болды. Енді соңғысы қалды, соңғы паттерн элементі көшіріп аламыз. Pipetkimen tusini tanglaymiz. Bu жерде енді солай көшіріп аламыз. Мен жерден жерге саламыз да қойып қоямыз. Цветін пипеткімен таңдаймыз.
артық элементті өшіріп тастаймыз. Сөйтіп кругты аламыз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз де. Солай жасай береміз. И ортасында элементтерді көшіріп аламыз. Алып. Окей. Осылай қала берсін. Осымен дайын болды. Енді осының бәрін қосып жіберу керек. Ctrl-G деп бәрін қосып жіберейік. Ctrl-G деп бәрін қосып аламыз бір-біріне. Біз кейін проблема тудырмас үшін. Окей. Қосып аламыз. Мына жерлерде дұрыс қосылмапты, иә. Жерлер артық кетіп қапты. Окей. Осылай. Шетіне қоса береміз. Окей. Фирменный паттерн дайын болды. Енді бұны фирменный стильге қолданатындай қылып жасап шығару керек. Енді осының бәрін алып аламыз да. Объект, узор, создать деген басамыз. Мінекей. Көріңіздер ме? Бұны енді өзгерте беруге болады. Көріңіздер ме? Жолдар көп. Сетка қылып қалдырамыз. Сохранить копию. Готово дейміз. Енді бұны енді осылай алып пипеткімен таңдай аламыз. Көрдіңіздер ме? Енді бұның үлкейтсек, сол паттерн қала береді. Қалай сіздерге пайдалы сабақ болды деп ойлаймын. Бұны фирменный стильге қолданғанда өте ыңғайлы. Достар, бұл сабақ сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздерге логотип, фирменный стиль, идентика, упаковка, дизайндар керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап беремін. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар, пайдалы білім болсын. Сілтеме бойынша Instagram, TikTok парақшаларымды қойып қоямын, сол жерге Құдай қаласа маған тіркеліп жазсаңыздар болады. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.